Кулкашев Нұрлыбек Раисұлы, Павлодар облысы Баянауыл ауданы Бірлік жалпы білім беру орта мектебінің тарих және география пәні мұғалімі. 3-ші деңгейлік бағдарламасы бойынша 2012 жылы курсты өттім. Біз ақпараттық қоғамда өмір сүреміз. Сондықтан бұл заманда барлық тәсілдерді, болып жатқан жаңалықтарды, болып жатқан оқудағы білім жүйесіндегі процестерден қазіргі мұғалім тыс қалмау керек. Біз өзіміз сабағымызда барлық әдіс тәсілдерді, оның балаға қалай әсер ететіні, заманауи әдістерді соның ішінде қолдануымыз қажет. Болашақ осы біздің оқушыларымыз қолында. Ал балалардың ертеңгі болашақта қалай жұмыс істейтіні, сол қалай қажетке асыратыны ол біздің қолымызда. Яғни біз оларға үйретуіміз керек. Білім дағдыларын қалыптастырып, мектеп қабырғасын үлкен өмірге араласқанда оны дұрыстап және ретімен кезінде пайдалану міне басты біздің міндетіміздің бірі деп санаймын. Сіздердің назарларыңызға 7-ші сыныпта өткен Қазақстан тарихын пәнінен қазақ хандары бөлімін қорытынды сабағын ұсынамын. Осы сабақтың басты мақсаты мен үшін ол балалар мына тақырыпты қалай меңгергенін, қалай оны өздері әдіс тәсілдер арқылы жұмыс істегенін және ой өрістерін сын тұрғысынан ойлау қалай ойлайды екенін, соған бағытталған тапсырмалар болды. Мысалы, домино тапсырмасы, карусель әдісімен орындалған тапсырма, бір-бірін тексеру, бір-бірін талдау, бір-біріне пікір айту және дұрыс баға беру. Яғни әр бөлімнен кейін формативтік бағалау менде орын алып отырды. 4 ел қалай амандасады көрсетеміз. Бірінші ағылшындар, жапондықтар, итальяндықтар, қазақтар. Жақсы. Бұл кезеңде әрбір оқушыға стикерлер таратылды. Бұл стикерді бір ханға тиесілі ұғым жасырылған. Сол бойынша олар жұптарын тауып, кейін ол жұптар бір топты құрау керек. Оқушылар сол стикерлер бойынша топтарын құрап, орындарына орналасты. Мұндағы мақсат өткен тақырыпты қайталау, үй тапсырмасын тексеру. Үшінші топқа суретпен жұмыс. Әр сурет қай ханға тиесілі және оны дәлелдейсіздер. Сіздерге дала заңдары, сіздерге ретімен орналастыру бастай беріңіздер. Сіздерде әр хандарды топтастырып ерекшелендіру. Нешеге бөлуге болады тауып алыңыз.
Достар бізге кімге қатысты айтылған? Қазір дәлелдейсің бе сосын? Неге? Бірінші топтан бастайық, тексереміз. Оларға тапсырмамызды есімдер орналастыру. Тек қана есімдер. Кирилл Керей, Барағұлы Жәнібек, Керейұлы Бұрындық, Жәнібекұлы Қасым, Мәңгірлі Тәуекел. Дұрыс па балалар? Олар ағайындылар болды. Керей мен Бұрындық бір топқа Бұрындық Керейдің ұлы, Есім мен Жәңгірді бір топқа Жәңгір Есімнің ұлы, Қасым мен Хақназарды бір топқа Хақназар Қасымның ұлы. Тәуекел мен Есімді бір топқа екеуі ағалы інілі, Қасым мен Тәукені бір топқа, себебі ол кезде қазақ хандығы Дултеңкел дәуірі болды. Қасым, Есім. Ал, бұл топта тапсырма болды дала заңдары. Олардың бір-бірімен не байланыстырады айтып шығу және дала заңдарына қандай заңдар жатады? Айта беріңдер. Қасым ханның қасқа жолы. Бірінші мүлік заңы, екінші қылмыс заңы, үшінші әскери заң, төртінші елшілік заңы, бесінші жұртшылық заңы. Есім ханның ескі жолы. Қоныс тапқан мал мүлікке адамдардың арасында қан қатынасқа қатысты туындайтын дау шаралардың шешімдері осы кезде сараланды. Осы үш заңды барлығын не біріктіріп тұр? Қандай ортақ белгілер бар? Әскери заң, жер дауы және мүлік заң бар. Берілді, сол суреттерге әр ханды белгілеп бөлу керек. Ал, айта беріңдер. Біз Хақназардың кезінде соғыстары көп болғасын қару-жарақ қойдық. Тәуекелге де, Тәуекел хан кезінде гүлденген заман болғасын, оған көгершін. Қасым хан кезінде олар өте дамыған, Қасым хан қасқа жол болған, оған да көгершін қойдық. Керейге біз ту қойдық, өйткені ол кезде ең алғашқы хан Керей болды. Жәнібекке гүл қойдық. Есімге бозторғай қойдық, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманды. Жәңгірге гүл, Бұрындыққа ту қойдық. Ал балалар, егер келіспесеңдер, қозғауға болады. Егер келіссеңдер, солай қалтырамыз. Ал, келіспесеңдер, қозғауға болады. Бірақ дәлелдеу керек. Неге қозғадың? Ал. Кезінде бостық Ауыстыруға болады. Біз кімнің кезін айтамыз? Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Кімнің? Жоқ. Маған не? Ауысыр болма. Тәуекел емес, қалай? Келіспесеңдер, сразу жетіп отырыңдар. Olsады. Бірінші топ, екінші топқа береміз. Назерке, екінші топқа бересің. Екінші топ, үшінші топқа бересіңдер. Керіссеңдер, плюс қоясыңдар. Қосу белгісін қызыл қарандашпен қоюға болады.
Топтар жұмыстарын аяқтады, орнына жұмыстар қайтана келді. Енді тексерілген жұмыстардың көңілдері толды ма? Әлде қателер бар ма? Айтарлар кімдер бар? Так, Ардақ. Айта бер. Мына жерде ақсақалдың міндеттері ол негізі шаруа салық қадағалау және ақсақал шешімін орындау. Қайсы? Біз басшының қасиеттерін міндеттерге жазып қойдық. Жалпы негізі дұрыс. Стикерлер бойынша қазір менің оң жағыма ақ сүйектер, сол жағыма қара сүйектер тұра қалыңдар. Так, менің оң жағымда тұрғандар ақ сүйектер, сол жағында тұрғандар қара сүйектер. Енді қазір осыны тексерейік. Қара сүйектерді бірінші қазір тексеріп шығайық. Арман, Байымбек. Шаруа. Батыр. Дұрыс па, балалар? Так, ақ сүйектерді көрейік. Мүмкін біреу араласып кеткен шығар. Қожа, сұлтан, хан. Сұлтан, қожа, Сұлтан, хан. сұлтан. Яғни ақ сүйектерге жатады толығымен шығыс тұқымдарынан шыққан және араб дегеннен қожалар. Ал қалған барлығы ол жатады қара сүйектерге. Осыны түсініп алдық қой. Жақсы, отыра қаламыз. Тапсырма берілді. Әр жұпқа бір хан туралы дерек. Ең бірінші бастаймыз. Дұрыс. Неге? Жақсы. Ал кетті Керей. Керей ол ең бірінші хан 1465-1470 жылдары билік құрған. Ол Болаттың баласы. Жақсы. Келесі хан. Жәнібек ол Керейдің екінші бауыры туған емес, бірақ ол 1370-1380 жылдары билік құрды. Ол Барақтың ұлы. Келесі саты бойынша. Қасым ханзада Мұсан әскери және ешкі Жақсы. Жақсы. Қасым хан туралы таяқтып қосады. Асылбек. 17 жылдары билік құрды. Балалар дұрыс па? 18, я. Жақсы. Келесі. Жылдары билік құрған. Есім ханның ескі жолы деген даласында жинағы бар. Есім хан ол Түркістан қаласын өз ордасын құрды. Ал Тұрсын Ташкент қаласын өзінің тәуелсіз ханын құрды. Бұл сабақтың соңғы кезеңі, бағалау кезеңі және осындай рефлексия болды. Бағалау кезеңіне біз нысана әдісін қолданып отырмыз осы жерде. Әр топтың басшылары өзінің топтарын бағалап шықты нысана әдісімен. Сосын ол нысананы тақтаға жабыстырып, ең жиынтық бағаны мұғалім шығарды. Сосын осы рефлексия бізде орын алды, оны ыстық орнық әдісімен жасадық. Және балалар сабақтың соңында бүгінгі сабаққа өз бағаларын берді. Бұл сабақтан түйгенім, оқушылар берілген тапсырманы білімдерін көрсете білді, қызығушылықпен орындады және балалардың белсенділігі артты. Бұл 7 модульдің әдіс тәсілдерін сабақта қолдануын тиімділігін көрсетеді.